Сәлем достар, видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Таңқурай мен алмұрттан тосап жасаймыз, яғни варенье қайнатамыз. Ең алдымен барлығын крышкасын, банкасын стерильдеп, қайнатып, дайындап аламыз. Міне банкамыз дайын. Бірінші малинаны жасап көреміз. 3 килограмм малинаны блендерден жақсылап езіп аламыз. Мөлшерінің барлығын төменде описание бөлімінде қалдырамын. Сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жаза өтіңіздер, мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Міне барлығын езіп дайындап алдық. Енді 3 килограмм малинаға мен 3,5 килограмм шекер қосамын. Осылай өлшеп алдым. Осыны малинаға құйып, жақсылап араластырып, 2 сағатқа қойып қоямыз. Міне 2 сағат уақыт өтті. Енді газға қойып, қайта-қайта араластырып отырып, қайнатып аламыз. Көп уақыт қайнатудың қажеті жоқ, 10-15 минут қайнатса жеткілікті. Көп қайнатса, малинаның түсі өзгеріп, қарауытып кетеді. Міне малина қайнап жатыр, осылай көбігін алып тастаған дұрыс. Себебі қайнаған кезде малинаның зиянды заттарының барлығы осы көбікпен шығады. Енді ыстықтай малинаны дайын банкаларымызға құйып, бетін жақсылап жабуын қадағалаймыз. Банкамыздың қақпағы жабылды. Енді осылай жақсылап қақпағын жан-жағын қарап, аунатып көремізді. Суығанша төңкеріп қойып қоямыз. Осындай әдемі малина тосабы дайын. Осылай дайындап көріңіздер, өте дәмді, әдемі болып шығады. Ендігі кезекте біз алмұрттан тосап жасаймыз. Осындай әдемі, дәмді, тәтті тосап дайындаймыз. Барлығын стерильдеп аламыз. Уақытты үнемдеу үшін мен үлкен монтоваркаға осылай банкілерімді стерильдеп алдым. Қақпақтарын қайнатып алдым. Мен огородтағы грушаларды теріп әкеліп, сыртын тазалап, көбіктеп турап, целлофановый пакетикке салып, осылай мөлшерін өлшеп алдым. Менде 2 килограмм шықты туралған кезде. Енді ыдысқа салып, үстіне 200 грамм шекер салдым. Менің грушам, яғни алмұртым тәтті болғандықтан, мен шекерді аздау салдым. Егер сіздерде груша қышқылдау болса, әрине 2 килограммға 2,5 килограмм шекер салғандарыңыз дұрыс. Осылай жақсылап араластырып, 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Грушаның өзінің суы шығу керек. Міне менде 2 сағат өтті. Енді газға қойып, қайнауына сәл қалған кезде осындай 1 лимонның жартысының соғын құйып, қайнатып аламыз. Асты күйіп кетпес үшін қайта-қайта араластырып отыру керек. Қатты қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып, жарты сағат қайнатамыз. Міне біздің алмұрттан жасалған тосабымыз дайын. Осындай дайын банкаларымызға құйып, стерильденген крышкаларымызбен, банка жапқышпен жауып тастаймыз. Осы видеоның астына описание бөліміне менің салат жапқан, компот жапқан рецепттерім бар. Соны да көруге кеңес берем. Менің каналымның ары қарай дамып жылжуына ат салысып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.
Менде 2 литр тосап шықты, қалғанын өзімізге шайға кішкене ыдысқа құйып алдым. Банкының қақпағын жапқан кезде жақсылап жабуды қадағалаңыздар. Міне осындай дәмді, тәтті, түсі де әдемі тосап дайын болды. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.